Барлықтарыңызға сәлем достар. Сүзбеден және де айраннан шыққан мынандай сары суды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, я? Білмейтін болсаңыздар, интернеттен сары судың пайдасы деп жазсаңыздар, өте көп ақпарат шығады. Дәл осындай сары судан біз мынандай үлкен көлемдегі сочный болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Үйдегі бар заттардан өте қарапайым реттеп. Егерде пирогтарыңыз дәл осылай жұмсақ және де ауызда еритін сочный болып шықсын десеңіздер, видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға ең алдымен 2 жұмыртқаны саламыз. Сосын оған шекер саламыз. Мен барлық граммдарын описанияға жазып қалдырамын. Міндетті түрде описаниядан көріп оқып алыңыздар. Енді осы шекерді кішкене жақсылап жұмыртқамен араластырып, кішкене ертіп аламыз. Шекер көп қой демеңіздер, бұл өткені өте үлкен көлемдегі лист толып пісетін үлкен пирог болып шығады. Сол үшін тәттісі кем болып қалмау үшін осындай көлемде шекер қостым. Қатты тәтті де болмайды, қатты шекері аз болып қалмайды, орташа болып шығатын болады. Енді осының үстіне бағанағы сары суымызды құямыз. Енді орнына қалада тұратындар болса, сары суды қайдан табам, қалай табам десеңіздер, орнына айранмен ауыстырып жасауға болады. Дәл осы рецептпен, дәл осындай үлкен пирогты. Енді осының үстіне сұйық май құямыз. Онда бір жақсылап араластырып жібереміз. Неке, осындай шай қасықты толтырып, ас содасын үстіне кішкене үксіз құйып, үксізге өлтіріп аламыз ас содасын. Жақсылап ыдысқа, бөлек ыдысқа араластырып алып, енді осыны қосамыз. Көрдіңіздер ме, қандай реакция беріп жатыр мынандай. Көлем үлкейіп, реакция береді осылай. Енді осыған онда бірден қосып жібермей, қасықтап 4-5 қасықтан салып отырып, араластырып отырып, бір массаға келтіреміз. Егер бірден қосып жіберсеңіздер, пирогтарыңыз қатты қою болып қалуы мүмкін, немесе түйір-түйір болып, ұнның түйірі кетуі қиын болып қалады. Сол үшін аздан-аздан қосып отырып, осылай араластырып отырасыздар ғой. Қазір мен ең соңында қандай қоюлықта болу керектігін көрсетемін. Бұл әрине пирогтың сочный әдемі болып шығуының да массасына байланысты. Қатты сұйық болып қалса да, пирог жақсы көтерілмейді. Көтерілген жағдайдың өзінде қайтадан шөгіп қалады. Ал қатты қою жасайтын болсаңыздар, ол кезде нан секілді болып, не болып шығады, тығыз болып, пирог секілді болмайды да, нан сияқты болып қалады. Сол үшін де пирогтың осындай қою сұйықтығына мән беріңіздер. Міне қараңыздар, осындай қоюлықта болу керек. Қазір енді листті майлап, осы дайындап алған пирогтың несін, массасын құямыз. Міне байқасаңыздар, міне осындай қатты сұйықта емес, қоюда емес, осындай қоюлықта болу керек. Арасында ешқандай комок болып, ұн түйір-түйір болып қалмау керек. Енді осыны 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей пирогты көрдіңіздер ма? Көтеріліп, әдемі болып, жұмсақ болып пісіп шықты. Ауызда еритін пирог болып шығады. Жылдан пісіп шығады. Өте үлкен пирог енді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецептің барлығы, өнімдердің барлығы үйде табыла қоятын, өте қарапайым рецепттер, бірақтан өте дәмді, ауызда еритін сочный пирогтардың бірі. Көрдіңіздер ме араларын? Қазір мен сіздерге осын кесіп, арасын бөліп көрсетемін. Үлкендігі осындай биік.
мінекей өлмей жатып өзі осылай бөлініп жатыр, көрдіңіздер ма? Ал рецепт ұнаған болса ас болсын.